Ашера мүбашшар бил жанна. Олар кімдер десе 4 халифа. Яғни Абу Бәкір Сиддиқ разияллаху анху, Умар бин Хаттаб разияллаху анху, Усман бин Аффан разияллаху анху, Али бин Аби Талиб разияллаху анху, Абдурахман бин Ауф разияллаху анху. Абдурахман бин Ауф разияллаху анху деп білесіздер, қандай сахаба болған ол кісі? Өте жомарт сахаба болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні садақа қылыңдар деген кезінде ол кісі 7 кило 800 грамм алтынды көтеріп келген. Умар бин Хаттаб разияллаху анхудың өзі Абдурахман халак болды деген, Абдурахман өлді деген. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны шақырып, Абдурахман не болды дегенде, ол бала шағасына бір тиын қалдырмасын сарп қылып жіберді дейді, Алланың жолына дейді. Бала шағасына ештеңе қалдырмауды дұрыс емес екенін айтып жатыр да ол кісі. Сонда Абдурахман бин Ауф разияллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шақырып сұраған кезінде, "Я Расулаллах, мен Алланың жолына қанша нәрсе берсем, сонша нәрсені қалдырдым" дейді. Яғни сауабын қалдырдым деген сөз айтып жатыр да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде дуа қылады: "Ей Аллахым, сен бұл Абдурахманға өзің мүлкіне береке бер. Топырақ алса алтын болсын" дейді. Сондай дуа қылады, жақсы дуа қылады. Сонда ол кісі 4 әйелі болады. 4 әйеліне бергенде 32-ден 1 берінеді. Ол кісі қайтыс болған кезде ана алтын бөлетін кісілер қолдары мәз болып кетеді, алтын бөле беріп. Сонда ол кісі не істеді? Ол кісі пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін пайғамбарымыздың пәк әйелдерінің барлығының киімі, тамағы, сапары сол кісінің мойындайды. Мұсылмандарға 40 мың алтын теңгеге үлкен бауды сатып алып берді, мына сендердің бауларың жеп-жеп беріңдер деді. Сондай сахи адам еді ол. Мәселен, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл кісі де мұхаджирден, Меккеден көшіп барған нелерден. Ана 4-еуі де мұхаджир. Бұл кісі де мұхаджир. Сонда бұл кісі анау пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынау Меккеден көшіп келгендерге бір бөлме, бір үй беріп, араб, яғни ансарилерден біреуге қосты ғой, екеуін туысқан қылып, екеуін не қылып. Ол не істеді? Ол жердің жартысын бөліп берді, әйелін біреуін талақ қылып қосып берді, байлығының жартысын берді. Ондайды ансарлардан басқа ешкім қыла алған емес ағайындар. Міне сонда Абдурахман бин Ауф разияллаху анху өзінің ансари бауырына келіп, маған сенің әйеліңде керек емес, маған сенің байлығында керек емес, маған сен базарды көрсет деді. Базарға барып сол байып кеткен адам. Сонда сол кісі Ашер мүбашшар бил жаннаның 5-шісі. 4 халифадан кейін 5-шісі Ашер мүбашшар бил жанна. 10 адам жәннаттың сүйінші хабар берген адамның бірі. Сол кісі жылайтын еді. Алла Тағала маған осы дүниеде қайтарып қойған болмас еді деп жылайтын еді. Пайғамбарымыз біледі ғой, садиқул масдуқ. 6-шісі кім десе, 6-шісі Саад бин Аби Ваққас разияллаху анху. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтып еді? Кім неғысы нағашысын мақтағысы келсе, менің нағашым мынау Саад дейтін еді. Яғни менің бұл нағашым деп Саадтан пайғамбарымыз мақтанатын еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ана Ухуд соғысында ол кісінің басына қиыншылық түскен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында тұрып, жас жігіт Саад бин Аби Ваққас разияллаху анху мүшриктерді садақпен ататын еді. Сонда ата-анам саған құрбан болсын, ей Саад, ат деді. Ата-анам саған құрбан болсын деп айтқан жалғыз атам кім екен? Саад бин Аби Ваққас разияллаху анху. Міне сол Саад еді. Және жетіншісі Абу Убайда бин Жаррах еді. Абу Убайда бин Жаррах кім еді? Абу Убайда бин Жаррах бұл үмметтің әмини еді. Бұл үмметтің әмини еді. Халид бин Валид разияллаху анхуды Умар бин Хаттаб разияллаху анху әскер басынан алып орнына Абу Убайда бин Жаррахты қойған кезінде Халид бин Валид разияллаху анху ренжіген жоқ. Бізде кейде муфти хазіретіміз кейбір имамдарды орнынан алып басқа бір имамды қоятын болса, біз ренжиміз да, неге мені алып тастады, мен осынша қызмет еткен едім ғой деп. Бірақ біз сонша қызмет етіп, Халид бин Валид разияллаху анхудей қызмет ете алғанбыз ба біз? Халид бин Валид разияллаху анхуден Абу Бәкір Сиддиқ разияллаху анху қандай баға берген? Абу Бәкір Сиддиқ разияллаху анху Халидте баланы тууға бұл дүниенің әйелдері ажыз деген.
Халидті баланы дүниеге әкелуге бұл дүниенің әйелдері әлсіз деген, бұл дүниенің әйелдері Халидті адамды дүниеге келтіре алмайды деген. Халид бин Валид разиаллаху анху бір соғыста жеңілген емес. Сонда Умар бин Хаттаб разиаллаху анху айтады, мен дейді, өмірімде бір рет қателестім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан кейін Абу Бәкір Сиддиқ разиаллаху анху халифа болды. Абу Бәкір Сиддиқ разиаллаху анху мұсылмандардың қолбасшысы қылып Халид бин Валид разиаллаху анхуды қойды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Халид бин Валид разиаллаху анху мына Худайбия тыныштық келісім болған кезде анау арабтың жігіттері исламға келді. Сол арабтың жігіттерінің ішінде 3 жігіт бар еді. Олар кімдер еді десе Халид бин Валид разиаллаху анху, Талха разиаллаху анху, үшіншісі Амр бин Ас разиаллаху анху. Осы үшеуі исламды қабылдаған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке сендерге жүректерін тапсырды деді. Мекке сендерге жүрегін тапсырды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд соғысында жеңілді. Ухуд соғысында жеңілген кезінде ол кісінің жеңіліне себеп болған кім еді? Халид бин Валид разиаллаху анху. Артынан атты әскермен шабуыл жасады. Міне қараңыз, Абу Убайда бин Жаррах бұл кісі 7-ші еді. 8-ші Зубайр бин Аввам разиаллаху анху еді. Зубайр бин Аввам разиаллаху анху. Зубайр бин Аввам разиаллаху анху кім болды? Кім біледі? Кімнің күйеуі баласы еді ол кісі? Абу Бәкір Сиддиқ разиаллаху анхуның күйеуі баласы еді. Асма бинт Абу Бәкір разиаллаху анха бар еді ғой. Сол кісінің заужи еді, күйеуі еді. Ол кісі оған қандай баланы туып берді? Абдуллах ибн Зубайр разиаллаху анхумен туып берді. Абдуллах ибн Зубайр разиаллаху анху кім еді? Ол кісі Хижаздың патшасы болған. Қараңыз, ансарилерден бір-ақ адам болған. Ансарилерден Зайд бин Сабит қана болған. Зайд бин Сабит разиаллаху анху ғана болған. Ансарилерден 9 мұхажирлер еді. 10 жаннаттың қуанышты хабар бергеннің 9 мұхажирлер еді. Енді кім қалды? Кім айтып береді? Талха қалды. Бағана 3 жүрек дедік қойы, соның біреу Талха разиаллаху анху. Бұл Талха разиаллаху анху кім еді? Мұхажирлерден еді. Bir ғана Zayd bin Sabit Ansari'den.